Күн, құрметті әріптестер. Мен Қадауарайлым Ермекқызы, Қарағанды қаласы нөмір 74-ші жалпы білім беретін мектептің тарих пәнінің мұғалімі. Бүгінгі алып отырған тақырыбым 11-ші сынып дүниежүзі тарихы, дәстүрлі аграрлық экономика. Жалпы сабағымызды бастамай тұрып, сыныбымдағы көңілді сәт әдісі арқылы сыныптағы жағымды ахуалды текше арқылы орнатып алу. Сабақтың мақсаты мемлекеттердің мысалында экономиканың дәстүрлі аграрлы түріне тән белгілерін анықтау, экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшеліктерін түсіндіру. Жалпы өткен сабақты еске түсіріп, қайталау мақсатында берілген сызбадағы дәстүрлі шаруашылықтың 5 белгісін атап көрейік. Яғни бірінші белгісі өндіріс, бөлу және айырбас дәстүрі арқылы негізделген. Екіншісі техникалық прогресс, үшіншісі сыртқы қаржылық, төртінші мемлекет және қарулы күштердің рөлі және бесіншісі өндірістегі дағдарыстың экономикалық деңгейі. Келесі жаңа тақырыбымыздың жаңа тірек сөздерін Learning Up платформасы арқылы оқушыларға ұсыну, яғни бұнда дәстүрлі аграрлық, екінші құл иеленушілік, үшінші қауымдық, төртінші натуралды және бесінші өндіріс деген сөздерді оқушылар іздеп табуы қажет. Жаңа тірек сөздердің сипаттамасына тоқталып өтетін болсам, дәстүрлі аграрлық экономика, табиғи шаруашылыққа негізделген экономика. Өндіріс дәстүрлі экономикалық елдерде ресурстардың жеке меншікке және оның иесінің жеке еңбегіне негізделген. Құл иеленушілік Маркстың классификациясы бойынша қоғамдық экономикалық формациясының бір түрі. Қауымдық адамзаттың жануарлар әлемінен бөлініп шығу кезеңінен бастап таптық қоғамның орнауына дейінгі кезең. Натуралды материалдың игіліктерінің өндірумен қажеттіліктерді тұтыну. Дәстүрлі экономика адамзаттың ең алғашқы даму кезеңіне тән шаруашылықтың табиғи түрімен байланысты ең ежелгі жүйе. Жалпы Маркстың формациясы бойынша дәстүрлі қоғамдық экономика үш негізге бөлінеді. Алғашқы қауымдық, яғни натуралды айырбас, артық өнімді пайда болуы, жекеменшік пен мүлік теңсіздігінің пайда болуы, егін егу мен мал шаруашылығының бөлінуі, қол өнері мен тауар айырбасының пайда болуы. Екінші түрі құл иеленушілік. Құл иеленушілік жалпы біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырларда Грекия мемлекетінде, біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Рим империяларында кездесе басталған. Және соңғы формация түрі ол феодалдық, яғни әлеуметтік жіктелуге байланысты. Қысқаша бейнероликқа алғашқы қауымдық қоғам ыдырай бастаған кезде пайда болды. Алғашқыда соғыс тұтқындары, қарыздары өтей алмаған кедейлер құлға айналдырылды. Кейіннен құл саудасы кеңінен өріс алды. Құлдықтың классикалық үлгісі ежелгі Грекияда, Римде болды. 5-ші ғасырдан бастап құл еңбегі маңызын жоя бастады. 16-ші ғасырда Батыс Еуропа капиталистік қатынастары дамып, жаңадан ашылған жерлерді жаппай отарлау нәтижесінде құлдық қайта өріс алды. Мылтық пен зеңбіректің күшімен еуропалықтар Америка, Азия, Африка құрлықтарын көптеген халықтарын еріксіз құлға айналдырды. Әсіресе Америкада кең етек жайды. Үндістерден тартып алынған жерлерді игеруге адам күші жетпегендіктен, отаршылдар Африкадан әкелінген негрлердің еңбегін кеңінен пайдаланды. Жүйе ретінде қарастырылады. Алайда, феодализм әр дәуірде әртүрлі елдерде кездеседі. Феодализм негізіне вассал бағынышты мен сеньор, шаруа мен ірі жер иеленушінің ара қатынастары жатқызамыз. Феодализм құқықпен бекітілген сословиялық
заңдық теңсіздік, рыцарлық әскери ұйым тән. Феодализмнің қалыптасуы 5-9 ғасырлар. Рим империясын варварлар жаулап алғаннан кейін жүрді. Феодализм гүлденген дәуірінде 12-13 ғасырлар қалалар және қалалық тұрғындар экономикалық және саяси нығая түседі. Сословиялық өкілеттік жиналыстар құрылады. Қалалық экономиканың дамуы аристократия үстемдігінің табиғи шаруашылық негізінде шайқалды. Алайда еркін ойлаудың таралуы дінге түпкілікті 16 ғасырда өзгеріс енгізді. Протестанттық өзінің жаңа этикасымен және құндылықтар жүйесімен капиталистік сипаттағы кәсіпкерлік қызметтің дамуына қолайлы жағдай туғызды. 16-18 ғасырларда және орталық Еуропада Жақсы, ендеше екінші тапсырманы Classroom платформасы арқылы, яғни иллюстрация арқылы дәстүрлі шаруашылықтың белгілерін анықтау. Яғни бұл жерде бірнеше сурет берілген, соған байланысты дескриптор, яғни бірінші иллюстрация арқылы тақырыпты ашу, екінші иллюстрацияны қолдана отырып дәстүрлі шаруашылықтың белгілерін табу. 5 минут уақыт беріледі. Жақсы, ендеше бұл жердегі екінші тапсырманың жауабы жалпы барлық суреттерде негізгі дәстүрлі шаруашылықтың белгілері байқалады. Оның ішінде атап өтетін болсақ, егіншілік, сонымен қатар мал шаруашылығы және балық аулау белгілері анықталды. Ендеше дәстүрлі жүйе шаруашылығының негізгі белгілеріне тоқталып өтейік. Яғни оң жақтары мен теріс жақтарын қарастырамыз. Оң жақтарына тоқталатын болсақ, біріншіден қарапайым технологиялардың меңгерілуі, екіншіден қатысушылардың интеллектуалды көрсеткіштері емес, дене күшінің басымдылығы, үшіншіден тауар айырбасы бар болса да шектеулі сипат алады, артық өнімнің болмауына алып келетін экономикадағы аналық терімшілік және ұсақ ауыл шаруашылығының басымдылығы. Теріс жақтары қарапайым технологиялар, яғни қол еңбегі, екіншіден даму қабілеттілігінің болмауы, табиғи жағдайларға тәуелділік, және үшіншісі еңбек өнімділігінің төмен болуы, артық өнімнің болмауы. Келесі үшінші тапсырма қосу алу кестесі арқылы дәстүрлі жүйеге мысал келтіру, яғни жаңағы оң жақтары мен теріс жақтарына. Дескриптор дәстүрлі жүйенің оң белгісіне 2 мысал және дәстүрлі жүйенің теріс белгісіне 2 мысал келтіру. Жақсы, ендеше сабағымызды қорытындылай келе, кері байланыс, яғни рефлексия, Padlet платформасы арқылы оқушылар QR-кодты сканер арқылы оқыту үрдісіндегі қалай өткендігі және қандай нәтижеге қол жеткендігі туралы ой пікірін тыңдау. Жақсы, ендеше үй тапсырмасы Вен диаграммасы арқылы ежелгі Грекия мен Римнің дәстүрлі аграрлық экономика жүйесін салыстырып, айырмашылықтар мен ұқсастықтарын табу.
ендеше сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.